Баршаңызға сәлем. Бүгін 84-ші сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы өрнектердегі амалдарының орындалу реті. Бұл сабақта өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтауды үйренеміз. Бірінші есеп өрнектердегі амалдардың орындалу ретіне қара. Демек, үлгіде көрсетілген бұл жерде егер жақшасыз өрнек келген қосу және азайту, бұл жерде шетінен бір шеттен бастап орындай береміз. Бірінші қосу амалы орындалады, одан кейін азайту амалы орындалады. Енді екіншісіне қараймыз. Екіншісінде бөлу және көбейту амалы берілген. Бұл да жақшасыз екен. Демек, бұл да бір шеттен бастап орындалады. Бірінші бөлу, одан кейін көбейту. Кейінгісінде дәл солай көбейту мен бөлу аралас келіпті. Бұл жерде бірінші қайсысы келсе, сол орындала береді. Демек, бірінші көбейту, одан кейін бөлу орындалған. Ал мына жерде жақшалы өрнек бар екен, амал бар екен. Демек, өрнекте жақша болса, бірінші жақшаның ішіндегі амал орындалады. Одан кейін азайту орындалады. Мына жерде де дәл сондай жақшаның ішіндегі өрнек бірінші орындалады амал, одан кейін бөлу амал, жақшаның сыртындағылар орындалады. Ал мына жерде жақшасыз болғандықтан бір шеттен орындала береді. Мына жерде жақша бірінші болып тұр екен, демек жақшаның ішіндегі амал бірінші орындалады. Ол көбейту болсын, бөлу болсын, азайту, қосу болсын, жақшаның ішіндегі амал әрдайым бірінші орындалады. Одан кейін көбейту орындалады. Енді мына жерде бөлу мен қосу бірінші келіпті, енді бірінші бөлуді орындаймыз, одан кейін қосамыз. Ал мына жерде бірінші қосу, кейін бөлу келген ғой. Енді бұл жерде бірінші бөлу амалын орындаймыз. Бөлу мен көбейту бар болып, жақша болмайтын болса, ондай жерде бірінші бөлу мен көбейту орындалады. Демек, мына жерде бөлуді орындап, одан кейін қосуды орындаймыз. Демек, бұдан мынадай қорытынды шығады. Жақшасыз өрнектерде жазылу ретіне қарай алдымен көбейту мен бөлу амалдары, содан кейін қосу мен азайту амалдары орындалады. Екінші есеп, зерттеу. Амалдардың орындалу ретін анықта. Өрнектердің мәнін тап. 10-нан 18 бен 6-ның бөліндісін азайтуымыз керек. Бірінші бөлу амалы орындалады. Жоғарыда айтып өттік. Демек, 18-ді 6-ға бөлсек 3 болады. Енді 10-нан 3-ті азайтамыз. Демек, екінші азайту орындалады. 10-нан 3-ті азайтсақ 7 болады. Кейінгісіне 2-ге 8 бен 4-тің бөліндісін қосуымыз керек. Бұл жерде де бірінші бөлуді орындаймыз. 8-ге 4-ті бөлсек 2 болады. Одан кейін қосамыз. 2-ге 2-ні қоссақ 4. Кейінгісі 21-ді 26 мен 19-ның айырмасына бөлуіміз керек екен. Бұл жерде жақшалы өрнек бар, сондық амал бар. Жақшаның ішіндегі амалды орындаймыз. 26-тан 19 азайтсақ 7 болады. Енді 21-ді 7-ге бөлеміз, бұл 3-ге тең. Одан кейін 25-тен 5 пен 4-тің көбейтіндісін азайтуымыз керек. 5 пен 4-тің көбейтіндісі 20 болады. Бұл жерде бірінші көбейту амалы орындалады. Одан кейін азайту. 5-ке 4-ті көбейтсек 20, 25-тен 20-ны азайтсақ 5 қалады. Өрнектің мәні 5-ке тең екен. Амалдарының орындалу ретін мен үстіне қызыл сиямен жазып қойдым. Үшінші есеп, амалдарды орында. 400-ден 100-ді азайтып, 200-ді қосуымыз керек екен. Бұл жерде жақшасыз өрнек болғандықтан бір шеттен орындаймыз. 400-ден 100-ді азайтсақ 300, ал оған 200 қоссақ 500 болады. Демек, өрнектің мәні 500-ге тең. Екіншісінде жақшалы өрнек екен. 800 бен 100-дің қосындысын бірінші осы жақшаны орындаймыз. Бұл 900 болады. 900-ден енді азайтамыз 600-ді. Бұл 300-ге тең. Демек, өрнектің мәні 300-ге тең. Одан кейінгі амалымыз 6-ның 18 бен 6-ның бөліндісіне бөлуіміз керек. Бірінші жақшаның ішіндегі өрнекті амалды орындаймыз. 18-ді 6-ға бөлсек 3, ал енді 6-ны 3-ге бөлсек 2 болады. Демек, өрнектің мәні 2-ге тең. Одан кейін 27-ні 3-ге бөлуіміз керек. Бұл жерде жақша ешқандай ештеңе болмағандықтан бірінші бір шеттен бастап орындай береміз. 27-ні 3-ге бөлсек 9, 9-ды 3-ге көбейтсек 27. Кейінгісінде дәл солай орындаймыз. 9-ды 2-ге көбейтсек 18, 18-ді 3-ге бөлсек 6, 4-ді 5-ге көбейтсек 20, 20-ны 5-ге бөлсек 4 болады. Төртінші есеп, теңдіктер тура болатындай етіп жақшалар қой.
Демек, бұл жерге жақша қоятын болсақ, өрнектің мәні 4-ке тең болу үшін 10-нан 2-ні азайтамыз. Бұл 8 болады. 8-ді 2-ге бөлсек 4. Демек, біз бұл жерде жақшаны 10 мен 2-ні азайту түрінде алып қоямыз. Екіншісінде 10 бөлу 5-ті біз жақшаға аламыз. Сонда 10-да 5-ке бөлсек 2 болады. Ал 25-ке 2-ні қоссақ 27 болады. Одан кейінгісі, бұл жерде 3 пен 3-тің қосындысын жақшаға аламыз. Сонда 6 болады. 3-ке 3-ті қоссақ, ал енді 12-ні 6-ға бөлсек 2-ге тең. 5-ші есеп, қабырғаларының ұзындығы 6 см және 3 см болатын тік төртбұрышсыз. Демек, тік төртбұрыштың ұзындығы және ені белгілі екен. Ұзындығы 6 см-ге тең, ені 3 см-ге тең екен. Бұлардың қарама-қарсы қабырғалары бір-біріне тең болады. Ендеше біз осы көріністегі тік төртбұрышты сызып қойдық. Яғни ұзындығын сызғышты алып, 0-ден бастап 6-ға дейін белгілеп алып сызамыз. Бұл ұзындығы болады. Ал енін енді жанынан шығарамыз. Бұл жерде сызғыштың ұшын 0-ге қойып, 3 см белгілеп сызып аламыз. Демек, нәтижеде осы көріністегі тік төртбұрыш пайда болады. 6-ші есеп, өрнектерді салыстыр. 40-тың 5-ке бөліндісін 32-ның 4-ке бөліндісімен салыстыруымыз керек. Егер 40-ты 5-ке бөлетін болсақ 8 болады, 32-ні 4-ке бөлсек те 8. Демек, бұл амалдарымыз бір-біріне тең екен. Кейінгісі 35 пен 16-ның айырмасын 7-ның 5-ке көбейтіндісімен салыстырамыз. 35-тен 16-ны азайтсақ 19 болады, 7-ні 5-ке көбейтсек 35. Ендеше бұл жерде 35 пен 16-ның айырмасы 7-ның 5-ке көбейтіндісінен кіші, яғни кем. 28 пен 4-тің бөліндісімен 73 пен 68-ның айырмасын салыстырамыз. 28 4-ке бөлсек 7, 73-тен 68 азайтсақ 5. Демек, 7 5-тен артық. Демек, 28 пен 4-тің бөлінісі 73 пен 68-ның айырмасынан артық екен. 24-ті 4-ке бөлсек 6 болады, 30-ды 5-ке бөлсек 6 болады. Екеуін салыстырсақ тең. Бұл жерде екі амал бір-біріне тең екен. 7-ші есеп, есепті шығар. Дәріханада күніне 4 құтыдан дәрумендер сатылды. 3 күнде барлығы неше құты дәрумен сатылды? Демек, астында кесте көрсетілген бір күнде сатылған дәрумен саны 4 құты екен, күн саны 3 екен. 3 күнде қанша дәрумен сатылғанның санын біз сол бос тұрған, сұрақ белгісі тұрған жерге жазамыз. Дәрумен дегеніміз бұл витаминдер. Есептің шешуін орындаймыз. Оны табу үшін біз бір күнде сатылған дәрумендерді 3 күнге көбейтеміз. Сонда 4-ті 3-ке көбейтсек 12 болады. Демек, шешуін жазып қоямыз. 4-ті 3-ке көбейтеміз 12, жауабы 12 құты дәрумен сатылды деп, мына жердегі кестені толтырып жазып қоямыз. Сұрақ белгісінің орнына 12-ні қоямыз. 8-ші есеп, амалдардың орындалу ретін анықта, өрнектердің мәнін тап. 5-тің 3-ке көбейтіндісін 3-ке бөлуіміз керек екен. Бұл жерде жақша ешқандай нәрсе берілмегендіктен бір шеттен орындаймыз. Бірінші 5-ті 3-ке көбейтеміз, 15 болады. Орындалу тәртібін үстіне жазып қойдым. 15-ті 3-ке бөлсек 5 болады. Екінші 27-ның 3-ке бөліндісін 4-ке көбейтуіміз керек. Бұл жерде бірінші бөлу амалы, екінші көбейту амалы орындалады. 27-ні 3-ке бөлсек 9, 9 4-ке көбейтсек 36. Одан кейінгісі 8 мен 4-тің қосындысын 3-ке бөлуіміз керек екен. Бұл жерде жақшалы өрнек берілген. Ендеше осы жақшаның ішіндегі амалды бірінші орындаймыз. Бірінші осыны орындаймыз, кейін бөлуді орындаймыз. 8-ге 4-ті қоссақ 12, 12-ні 3-ке бөлсек 4. Ал кейінгісінде 36-ны 56 мен 52-нің айырмасына бөлуіміз керек. Бұл жерде бірінші жақшаның ішіндегі өрнекті амалды орындаймыз, одан кейін бөлу амалы орындалады. 56-тан 52-ні азайтатын болсақ 4 болады, 36-ны 4-ке бөлсек 9-ға тең. 9-ші есеп, ойлан тап. Суретке қара, кәмпиттердің бағасын анықта. Кәмпиттердің денсаулыққа пайдасы бар ма? Ойынмен бөліс. Мына жерде кәмпиттер тұр. Бұл жерде
көк кәмпит берілген, жасыл кәмпит, қызыл кәмпит және күлгін түсті, сары түсті кәмпит берілген. Енді мына жерде 2 көк, 1 жасыл кәмпит 90 теңге екен. Мына жерде қарап тұрсақ, бұл жерде кәмпиттердің бағасын анықтау үшін біз бірдей кәмпиттердің бағасынан бастаймыз. Мына жерде 2 қызыл кәмпит 60 теңге екен, демек қызыл кәмпиттің бағасын шығарып алсақ болады. Ол үшін 60-ты 2-ге бөлеміз, сонда 30 болады. 30 бұл бір қызыл кәмпиттің бағасы. Енді осыдан мына жерден келтіріп шығарып алсақ болады көк кәмпиттің бағасын. 30 теңге қызыл кәмпит болса, екеуі қосылып 70 теңге болса, біз 70-тен 30-да азайтып, көк кәмпиттің бағасын келтіріп шығарамыз. Демек енді көк кәмпит 40 теңге болады. Көк кәмпит 40 теңге болса, мына жерде күлгін түсті кәмпитті келтіріп шығарып алсақ болады. Мынау 40 теңге болса, екеуі 60 теңге, күлгін түсті екеуі 60 теңге болса, 60-тан 40-ты азайтып 20-ны аламыз. Бұл күлгін түсті кәмпит 20 теңге екен. Енді сары түсті кәмпитті тауып алсақ болады. Бұл жерден сары түсті кәмпит пен күлгін түсті кәмпит екеуі 70 теңге екен. 70 теңгеден 20 теңгені азайтып, сары кәмпиттің 50 теңге екен. Ал мына жерде көк кәмпиттердің 40 теңге екенін білеміз. Демек екеуі 80 теңге болса, жасыл кәмпит пен 90 теңге екен. Демек жасыл кәмпиттің бағасында осылай тауып алсақ болады. Яғни бұл 10 теңге болады. 90-дан 80 азайтсақ 10 шығады. Демек кәмпиттердің бағасын тапқан орындалу жолын жанына жазып қойдым. Қызыл кәмпит 30 теңге, көк кәмпит 40 теңге, жасыл кәмпит 10 теңге, күлгін кәмпит 20 теңге, сары кәмпит 50 теңге тұрады екен. Осымен бүгінгі 84-ші сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.